Зебра пирогын дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Одан бөлек стакандағы айранға сода салып кастетіп, ол көтерілген соң бірден жұмыртқалы массаға құямыз. Үстінен күнбағыс майын және ұнды бөліп салып араластырамыз. Дайын болған қамырды екі бөлікке бөліп, бір бөлігіне какао және сүт қосып, бір келкі масса жасаймыз. Формамызға екі қамырды кезек-кезек 2 ас қасықтан құйып, зебра сызығын жасаймыз. Таяқшаның көмегімен әдемі сызықшалар жасап, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-40 минутқа қоямыз. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Менде 30 минуттың ішінде пісіп шықты. Піскеннің шпажка тығу арқылы көреміз. Шпажкамыз құрғақ болып шығуы тиіс. Осымен біздің пирогымыз дайын. Бетін қалауларыңызша әрлеулеріңізге болады. Шоколадты ганашпен немесе қант ұнтағымен. Парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жадыра. Баршаңызға ас болсын.